Ал енді әріптестер, сіздер менен осының алдында да біраз өнімдер туралы таныстырған болатынбыз. Бүгінгі таңда компаниямыздың голд лидері алтын статусындағы Меруерт Жексебаева ханым сіздерге осы өнімдерменен коллаген кальций туралы кішкене ақпарат беретін болады. Енді бұл жерде бұл кісінің келгеніне 8 ай көлемі болды, иә, Меруерт ханым? 8 ай көлемінде бұл кісі 8 миллиондай табыс, 4 саяхат, 4 мемлекетке барып кеп отыр, ұтып алып отыр. Сонымен қатар жаңағы компаниядан үлкен команда құрған, менің қолымдағы ең бір мықты лидер, өзінің сұлулығына көркі сай, өте тамаша команданы жақсы басқарады, жақсы тәрбиелейді, сондай артықшылықтар бар бұл кісінің. Енді камераны ыңғайлы болса, өзіңізге қарай жақын қойып алсаңыз, Меруерт ханым, иә, басқаларға жақсы көрінеді. Сіздің енді осы 3-4 рет осы өзіміздің Алматы қаласындағы презентацияларда еркін таныстырып көрсетіп жүрсіз ғой. Сото тақырыбындағы өзіңіз қайсы өнімнен бастағыңыз келіп тұр? 9 этапты косметикадан бастайсыз ба? Өзіңізді қысқа-нұсқа таныстырып, жаңағы осы салада бұрын істеп көрмесеңіз де 17 жылдық бухгалтерлік опыты бар, 3 баланың 3 ұлдың анасы, жолдаста өте мықты лауазымды орында қызмет етеді. Атакент деген сауда орталығында жаңағы 100 квадраттық үлкен 100 миллиондық товар оборотта отырған жерінен барлық жұмысын тастап, сатып, осы сетевойға бірден бас салып кіріп істеп отқан қыздар. Бізде өзіміздің командамызға келген қыздар басында ойланып, 2 ай 3 ай жүреді, одан кейін табыс бар екен, орта бар екен сезінгеннен кейін бірден тастайды да, өздері осы жерге нақтап бел шешіп кірісіп істейтін қыздардың бірі. Осы кісінің жаңағы көп адамдар сұрап жатады, жетістікке жету құпияңыз неде деп сұрап жатады. Сол туралы әдемілігіңіздің құпиясы неде деп сұрап жатады. Көп жағдайда жүрген кезде бұл кісіден сұрайтын осы 2 сұраққа жауап бере кетіңізші. Өзіңіздің бет күтіміңізге әдетте көп жағдайда қандай уход пайдаланасыз, салауатты өмір салтын ұстанасыз, оның жағын білеміз, спортпен айналысасыз. Сотарлығын барлығын толықтай, енді бет күтімі тек сырттан ғана болмайды ғой. Бет күтімі жан-жақты. Сол туралы айтып өтіңізші. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз болады. Қайырлы кеш баршаңызға. Есімім Меруерт Талғатқызы. Осы Cordial Care компаниясына келгеніме нақты 1 жыл болып қалды. Жұмыс жасап атқаныма. Қайнар ханым айтып кетті. Өзім голд лидер мәртебесіндегі серіктеспін. Керемет орта, керемет компания, жаңадан қосылып атқан әріптестер. Енді бұл жерге жаңағы өзіңіздің негізді айтып кет деп отырсыз ғой. Көбінесе енді бұл жай ғана косметика ғана емес, сырттан бет күтімнен бөлек жаңа салауатты өмір. Міндетті түрде енді біз әйел адамдар болғаннан кейін тез салмақ аламыз, өзі туыттан кейін де көп өзгерістер болады. Сол себепті қазір коллагенге де тағы тоқтап өтіп кетсем, ең басты спортпен айналысу керек, жаңағы су ішу керек дегендей, ұйқының тыныштығы, соның бәрі өз орнымен болғанда, бұл тек қана сырттан косметика емес, осындай заттарды қосымша алып жүргенде ұзақ уақытқа мен ойлаймын, өздеріңіздің әдеміліктеріңізді, жастықтарыңызды сақтап қаласыздар деп, әсіресе бүгін косметика мен жаңағы біздің компанияның өнімдері туралы бірінші таныстырып айтып өтейін деп отырмын. Енді ең бастысы, біз әрқашан айтамыз, аузымызды толтырып айта аламыз, қазіргі таңда Қазақстанда және ТМД елдерінде теңдесі жоқ Южный Кореяның бағана космотептикасы болып жүреді. 9 этапта тұратын Cellcure уходовый линиясы, бұл заманауи бет күтімі туралы айтамыз қысқаша. Бәріңіз біліп қалған шығарсыздар, көрген шығарсыздар, чатта бәріне қойып жатырмыз. Одан бөлек бізде бағанағы флагманский продуктымыз ең бастысы біздің коллаген, одан кейін жаңағы кальцийміз. Енді неге бізде өнімнің бәрінің Корея екенін білесіздер, оңтүстік Кореяны таңдадық, өйткені бүкіл дүние жүзі бойынша өздеріңіз білесіздер, инновация мен технологияның көшбасшысы, бьюти индустрияның дамыған ортасының бәрі осы Корея болып келеді. Кореядағы бүкіл өнімдердің бәрі қатаң тексерістен өткізіліп, зерттеліп жасалады, жай ғана жасалмайды. Одан бөлек біздің қазіргі таңда компаниямыздың 16 түрлі сертификаты бар. Қазіргі нарыққа сай заманауи сертификаттардың бәрі бар. Ол сертификаттардың бары нені білдіреді? Бұндай керемет сертификаттардың бары біздің компаниямыздың өнімдерін қорықпай сеніммен пайдалануға болатынын білдіреді. Ең бастысы осы. Ал енді
Жаңағы коллагенге тоқтасақ, коллагеннен бастап кетсем, өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда біздің рынокта өте коллаген көп. Мына Каспий магазин дегенде бар, иә. Даже қазір соңғы кезде қарап жатсам, хозяюшкаларда да осы коллаген сатылып жатыр. Коллаген өте көп. Сол біздің коллагеннің ең басты ерекшеліктері ол жаңағы біздің рынокта аналогы жоқ деп айтсам болады. Аналогы жоқ, ол бір, екіншіден гидролизованный коллаген жидкий вариантта. Көбінесе бізде қазір коллагендердің көбі жаңағы порошок түрде келеді, капсула түрінде келеді, желеобразный келеді. Біздің коллагеннің ерекшелігі ол бағанағы сұйық. Бір құттыда осындай не болады, 25 миллиграмм жүреді, бір упаковкада 14 штук, бір айлық курсы 2 упаковка болады, 28 штук осындай бутылекта болады. Гидролизованный. Таңертең ең бастысы адамдар аш қарынға ішкен кезде ең бастысы жаңағы жайсыздықты бермейді. Өйткені ол табиғи, мынау таңертең ашқарақ болғаннан кейін адамдар ішкен кезде аш қарынға бірден адам мысалы дәмі болса кекіреді дегендей, бағанағы таблетка болса ол асқазанда бірден ерімейді, қорытылмайды дегендей. Бұл ешқандай осындай жайсыздықты бермейді біздің коллаген. Ішкен кезде өте сондай приятный деп айтамыз ғой, дәмі де, иісі де өзі ішкен кезде өте қолайлы, сондай жағымды. Сонан кейін коллагендердің көпшілігі, өздеріңіз білесіздер, КРС-тан жасалады, крупный рогатый скот дейміз, көбінесе халал болып жүрмейді, иә. Біздің өзіміздің коллагеннің хасп деген сертификаты бар, бағанағы өте қатаң тексерістен өткізілген коллаген халал болып жүреді бізде. Сонан кейін біздің коллагеннің тағы да бір ерекшелігі, құрамында бізде қант жоқ. Қант жоқ болғандықтан кейін мынау қазіргі таңда диабет ауруы өте кең таралған. Диабетпен ауыратын адамдарға қорықпай емін-еркін ұсынсаңыздар болады. Одан бөлек бағанағы коллагенді көп уақыттан бері ішіп жүрген, жақсы пайдалана білетін адамдар коллаген алған кезде аптекадан қосымша бөлек витамин С-ні іздейді. Соны бірге қосып ішеді, витамин С-ні. Неге? Өйткені С витамині ағзадағы коллагенді сіңімділігін арттырады. Бағана усвояемость дейміз ғой, соны өте күшті іске атқарады, сол витамин С. Ал біздің коллагеннің ерекшелігі осы құрамында бізде витамин С отыр біздің коллагенімізде. Одан бөлек жаңағы дальтон деп жатады, өте төменгі дальтонда, бағанағы бұл өлшем бірлік қой, сондай сіңімділігі өте, бұның төменгі дальтон болғаннан кейін сіңімділігі өте жоғары жүреді. Енді тағы да бір ескере кететін жайт, қораптың сыртын қарасаңыздар, жаңа жаным алып келмеппін, қораптың сыртында артқы жағын қарасаңыздар, қарамен кішкентай 2-4 бұрыш белгіленген. Бізде алдыңғы уақытта оны көп ескермегенбіз. Кейінгі кездерде соның бәрін бүкіл үтір нүктесіне дейін білейік деп бәрін соңғы кезде өзіміз сабақты алғанда білдік. Артына аллергиясы, мысалы пищевой аллергиясы бар адамдар болса, міндетті түрде ескертіңіздер. Шабдалы дейміз, персик, орысша айтқанда персик, қазақша шабдалыға кімнің аллергиясы бар, міндетті түрде сұраңыздар. Аллергиясы бар адамдарға жаңағы не беру мүмкін, кішкене кері әсерін беру мүмкін. Осында ескеріңіздер. Сосын тағы да осылармен ерекшеленеді. И ішіндегі ең басты жаңағы состав ол гиалурон қышқылы, проластин, бағанағы С дәрумен дедік, азиатская цинтелла дейді. Осындай және өзі балық коллагені болып, осындай 5 түрлі, 6 түрлі ингредиенттен тұрады. Өздеріңіз білесіздер, гиалурон қышқылы дегеніміз терімен бағанағы буындағы ылғалдылықты өте жоғары ұстап тұрады. Ал проластин болса, бұл терінің бағанағы жасына байланысты өзгерістер төмендейді ғой. Сол кезде бағанағы эластин коллагенді жақсы жұмыс жасатқызып, серпімділігімен қамтамасыз етеді, бағана теріні серпімділікпен қамтамасыз етеді. Ал С дәрумені жаңа айтып кеткенімдей, ол жаңағы коллагеннің сіңімділігін арттырады. Меруерт ханым, егерде рұқсат болса, өзіңіздің командаңыздағы нақты бір 2-3 адамның атын айтып, мынандай нақты результат болды деп айта кетесіз бе? Нақты результат. Коллагеннен енді ең бірінші өзімді айта кетейін. Мен өзімде жалпы осы компанияға кірмес бұрын менде артрит, артроз мелких суставов дейді, мынау
қолдағы ұсақ сүйектерде менде өзімде осы жерлерім томпиып, кәдімгі ем алып, физиолечение алып, солай бастаған едім. Осы жердің коллагенін жаңағы қалай жаңа коллагенді пайдаландым, бірден осы бір 5 күнде деп айтсам болады. Мына буындар кәдімгідей солқылдап ауыратын. Осы бірден тоқтады. Сол себептен менің коллагенді сатуға деген, коллагенді біреуге ұсыну деген мен үшін бір, қалай айтсам, қорықпай, еш уайымдамай дейді ғой, мысалы адамдарға біз ұсынған кезде қалай болады екен, бұның бағанағы бір результатын көре ма, көре алмай ма дегендей ойлаймыз да. Ешқандай ойланбастан мен бірден сондай шынайы дейді ғой, жаңағы біздің өзі компаниямыздың названиясы Cordial K деп атырмыз. Cordial K деген жүректен жүрекке дейді. Шынайы адамға жеткізгенімде ешқандай адам ойланбастан бірден бағанағы коллагенді 3-4 айлық курсмен премиальный пакетке бірден тіркеледі. Неге? Өйткені мен ол коллагеннің өзімнің бойымнан толыққанды өткізіп, оған жай ғана ақпарат бермеймін, өзімнің тәжірибемен толық бөлісіп, жаңағы даже өзім иногда подписка жасауға барғанда, осы коллагенді айтуға барғанда, өзімнің бағанағы сол кездегі қолымдағы рентген снимоктарымды, анализдарымды апарып көрсетем. Қазір мүлдем тоқтады, кәдімгі бір-ақ айдың ішінде мына саусақтардағы буындар кішкентай болып томпайып, бірден шишкалар пайда болған. Воспалительный процесс болып, артрит, артроз, енді көптеріңіз білесіздер. Сол себепті жаңағы біз адамдарға барғанда жай ғана ақпарат бермейміз, біз оның тәжірибемізбен бөлісетін болғандықтан, жаңағы айтады ғой, сетевой маркетингте, сетевой бизнеста ең басты қағидалардың бірі я продукт своего продукта демекші. Мен сол коллагенді де, кальцийді да, мынау бүкіл кремдердің бәрін өзімнен толыққанды өткізгеннен кейін ешқандай бір артық ойсыз, күмәнсіз бұл қалай болады деп уайымдамай, бірден жаңағы ұсынамын адамдарға. Осы жерін тағы да адамдар өздеріне запись жасап алады. Орысшада айтып бересіз бе? Жаңағы өзіңіздегі нақты болған результат, сосын жаңағы ағаңызда болған, жолдасыңызда болған, бағананың өзінде сіз екеуміз бірге отырған кезде қасыңыздағы адам қаншалықты салмақ тастады, иә? Соның бәрін орыс тілде біраз ақпарат берсеңіз. Жаңағы нелерді ма? Өз нәтижеңізді бөлсеңізші хотя бы. Енді артрит, артроз кеткен өзімнен сол нәтиже. Сонан кейін бағанағы объем дейді ғой. Көп әйелдер жаңағы салмақты болған, жаңағы сіз бүгінгі мастер-класста болдыңыз, ол әйел осыдан где-то бір неделя бұрын біздің коллагенді алған. Өте мықты кісі дейді. Мен 3 жыл бойы қаншама жұмыстар атқардық. Рахмет бақытжан. 3 жылдың аясында маған бір жаңағыдай уақытымен бермей қалып, уақытымен төлемей. Бағанағы сіз өзіңіз көрген келіншек осыдан бір 10 күн ғана бұрын тіркеліп, үлкен премиальный пакетке өте сондай отечность дейді ғой, ісік. Отечность, сол жерде сол объем мен отечностьті бізде өте керемет коллаген. Тек қана бағанағы ауруларға емес, отек пен отечностьті өте керемет снимать етеді. Даже мынау көздің астындағы таңертең кейбір адамдарда бағанағы көздің астында бағанағы отек болады таңертең. Сол отектің өзін керемет кетірген менде бағанағы таныстарым болды, өз туыстарымның ішінен. Сонан кейін сосын мына коллагенді айтпақшы тағы да бір айтып өтетін жай, 9 этапты мына наборды бет күтіміне қазір келеміз ғой, сырттан сол 9 этапты наборды пайдаланса, оның да құрамында бізде коллаген бар, иә. Бағанағы өте низкомолекулярный коллаген дейді. Сол коллагенге өте насыщенный біздің 9 этап. Одан бөлек іштен де біздің коллагенді пайдаланғанда бағанағы менде розацея дейді. Розацеяны көбі білет. Розацея деген бетінде бағанағы тер ауруы бар адамнан 3 адам розацеясы кетті. И сосын кімде бетінде үлкен дақтар бар, ол дағы әртүрлі причинамен түседі ғой. Дағы бар адамдарға да тек қана коллагенді ғана ұсынбай, сырттан біздің уходты беріп отырып, іштен коллагенді бергендеріңізде бағанағындай үлкен бетіне дақ түскен адамдардың дағы да кеткен. Против пигментации тоже жақсы жұмыс жасайды. Так. Сосын бізде Жұлдыз деген ханым болды ғой, Кішібай Серкеде. Сол кісі біздің коллагенді апарып сараптама жасады. Иә, оны да айта кетейін. Сол біз жаңадан кірген кезде болды. Мен командама сол бір
қызды шақырғым келіп, сол қызбен жұмыс жасағым келіп жүрді. Ұзақ уақыт ол қызды жаңағы шақырдым. Сонда біздің сабақтарға, біздің мастер-класстарға келіп жүріп, тегін жаңағы біздің бір коллагенді алған ғой. Алып, арнайы өзі осы қаланың ішінде біздің Алматыда бір лабораторияға өзінің таныс әпкесі бар екен. Сол әпкесіне апарып, біздің сыртымыздан білдірмей жаңағы тексерткен. Сонда ертесі күні сол тексерудің бағанағы нәтижесін, результаттарын білгеннен кейін бірден ойланбастан келіп бізге толық пакетке тіркеліп, ол кезде бізде 380 мыңға толық коллаген алды. Неге? Өйткені жаңағы зерттеу лабораториясында айтқан, мына коллаген өзінің жаңағы несіне сай деп, бүкіл мына сыртында қорабындағы айтылған құрамдарына сай, ешқандай жаңағы залалы заттар жоқ құрамында, керемет деп жаңағы барлық жағынан мақтап несін берген, рекомендовать еткен. Вот сыртымыздан бағанағы пайдаланбай, өздері пайдаланбай жатып, сыртымыздан солай тексеріс жасаған адамдар да болған, бірақ нәтиже өте керемет деп лабораторияның өзінен солай шығарып берген. Так. Аға, жақсы. Енді 9 этапты косметикаға ақырындап өте беріңіз. 9 этапты косметиканы. Аға, бұл жерде бір айта кететін нәрсе, былай ғой. Біз енді косметика менен бет әрлемеуден бұрын біз бірінші білуіміз керек, ұйқы процесіне назар аударуымыз керек. Беттің күтімі, салауатты дұрыс тамақ ішу, екіншіден дұрыс ұйқы. Дұрыс ұйқы. Бұл екеуі, 7-8 сағат ұйқы, толыққанды 7-8 сағат ұйқы болғанда, осы жерде отырған қыз-келіншектердің бәрі біледі, өздеріңіз кеш жүріп, бір күні тойға барып, кәдімгі ұйқыларыңыз дұрыс болмаса, беттеріңізді таңертең қаншалықты жусаңыздар да, қаншалықты умывашкамен пайдалансаңыздар да, беттеріңіз шаршаңқы болып, көздің астындағы мынау самый чувствительный көз, мынау вокруг глаз дейміз, осылардың бәрінде бағанағы ұсақ мелкий морщиналардың бәрі бірден ертесі күні көрініп тұрады. Сол себептен бұл жерде тек қана сол жаңағы айтылғандай бұл косметика ғана емес, бұл жерде міндетті түрде біздің әйел адамдардың ұйқысы жақсы 7-8 сағаттық ұйқы болу керек. Содан кейін жаңағы стресс деген нәрселер бар, ол болмау керек. Су, міндетті түрде суды да біз өзіміздің жасымызға, өзіміздің салмағымызға сай суды ішуіміз керек, қыздар. Одан бөлек, әрине, жоқ дегенде ең қарапайым түрде болса да 10 000 шаг, болмаса үйде бір беговой дорожкаларыңызды қойып, таңғысын кішкене жүргендеріңіз өте абзал деп ойлаймын. Қан ол тұрмау керек, қан всегда айналымда болу керек. Енді біздің 9 этапты наборға келетін болсақ, біздің 9 этапты набордың барыңыз білесіздер, мүмкін жаңадан қосылған әріптестер де бар шығар. Міне 9 этаптан тұратын наборымыз осылай, сыртқы көрінісі осы. Бұның ең бірінші мен әрдайым жаңадан келген адам болсын, тіркелген серіктес болсын айтам, мынау сыртындағы қорабының сыртындағы белгінің өзі бұл не? Бұл нені білдіреді? Бұл клетканы жаңарту, клеткалық деңгейде жұмыс жасайды деген белгі, да? ДНК-ның бір сүйрет сияқты салынған, сүйреттің өзінде осындай бір мән бар. Мынау біріншісі бізде умывашка. Бұл умывашка бізде көпте қазіргі таңда бәріміз умывашка деп айтамыз, бірақ бұл бағанағы тазартқыш гель тәрізді жүреді. Гель, кәдімгі қою гельді. Тағы да айта кетейін, бұл набор космоцевтика болады, косметология мен фармацевтиканың қосылып, жасалып шығарылған дүние. Тек қана бетті бер жағынан тазалап қана, жылтыратып қана қоймайды, бұл жасушалық деңгейде терең жұмыс жасайды. Бір, енді бұл жұмсақ әрі тиімді 2 фазалы тазартқыш құрал дейміз. Бұл гель болғандықтан бұны бетті құрғақ бетке жағасыздар. Одан кейін барып, мына беттегі бүкіл макияж, одан кейін SPF жағамыз. Қазіргі таңда бәріміз SPF-ті соңғы бір 10 жылдықта біздің Қазақстанның әйелдері SPF-ті өте жақсы пайдалана бастадық, өйткені бізде түсіндік, негізгі SPF болмаса бетте біз ең қартаюдың алдына, қартаюдың ең бірінші факторларының бірі ол SPF болады. SPF-ті жақпасақ, сол SPF-пен және макияжды кетіретін зат осы умывашка. Бұл жерде жай ғана пенка умывашка емес, бұл жерде гидрофильный масло мен умывашканың былай айтқанда қосындысы 2 в 1 сияқты жүреді. Бағанағы 2 фазалы деген сол. Сол себепті ең алғашқысында бәрінде қыздар, қараңыздар, дозатор бар,
дозатор бар да. Бұл косметика нені айтады? Бұны 2 рет 3 рет басып көп пайдаланудың қажеті жоқ. Бір басқаныңыз сіздің 1 реттік бетіңізді жууға толыққанды жетеді. Өйткені бұл косметика сізге жоқ дегенде 7 айға жету керек. 7 айлық косметика, иә. Жаңа құрғақ бетке жаққаннан кейін тағы қайталап кетейін, біраз массаж жасайсыздар үйкелеп, мына көздегі жаңағы жаққан косметикаларыңыз бар, бәрін кетіреді. Одан кейін 1-2 минуттан кейін барып қолдарыңызды сулап барып көпіршікке айналдырасыздар. Жаңағы гелеобразный, қою гелеобразный, қолдарыңызды сулап отырып, жаңағы бетті тағы да массировать еткенде уже влажный қолмен бетте көпіршік пайда болады. Ол көпіршік бағанағы не істейді? Бұл көпіршік терінің бағанағы терінің пораларын өте терең, керемет тазалап шығарады. Құрамында бұның амин қышқылдары бар, терінің ылғалдылығын өте жоғары бағанағы кептірмей сақтайды жуған кезде. Енді бұл умывашкамыздың тағы да қысқаша тағы тоқтала кетейін. Бұл жерде ең негізгі 3 нәрсе бар. Органовое масло, оливковое масло, масло календулы и жаңағы амин қышқылдарының кешені дейді. Арган майын өздеріңіз білесіздер де, көп жерде өте керемет май, өте премиум, премиальный качестводағы косметикаларда бұл органовое масло көп жерде сондай премиальный косметикаларда қосылады. Көп арзан жаңағы қарапайым кремдерде органовый масло, ниацинамид деген бұндай керемет құнды қоспалар жүрмейді. Органовый маслода Е дәруменімен бағанағы май қышқылдарына бай, теріні терең қоректендіретін май, ол беттің терінің серпімділігін дейміз ғой, упругость, серпімділігін арттырады. Ал жаңағы оливковый масло, қазақша жаңағы зәйтүн май дейміз, теріні ол да терең ылғалдандырып, антиоксиданттармен байтады. Терінің бағанағы икемділігімен бағанағы өзінің қорғау беткі қабатын өте жақсы жұмыс жасатады. Ал бағанағы календула дейміз, календула гүлінің майы, ол календула өздеріңіз білесіздер, успокаивающий эффект береді, теріні тыныштандырады, және тітіркенуді басып, қызарып, раздражение болғанды бірде-бір соны раздражение бермей, успокаивать ететін бағанағы өзінің әсері бар. Содан кейін жаңағы амин қышқылдар кешені деді. Теріні қорғаныс қабатын нығайтып, ылғалды сақтауға және серпімділігін арттыруын күшейтеді. Міне, сондағы бірінші этап біздің умывашкамыз гель для умывания, гелеобразный жүреді, пенка емес, пенка деп былай айта береміз, негізінде бұл қою гель болып жүреді. Дозатор бар, бір нажатия жетеді. Умывашка осы. Умывашка туралы қалай жағылу керек екен, ішіндегі құрамдар туралы қысқаша айтып өттім. Қайнар ханым, келесін. Жақсы. Осы жерде мен қосымша айтып өтейін, себебі адам бет күтімінде жастық деген нәрсе біріншіден жаңағы ұйқы процесі дұрыс болу керек, одан кейін дұрыс тамақтану, онымен қатар үнемі спортпен айналысу. Одан кейін барып бетіңіздің тері күтіміне осы жақсы өнімдерді жағатын болсаңыз, сіз жаңағы 80-ге келсеңіз де, 70-ге келсеңіз де теріңіз жақсы қалпын сақтайды. Енді осы тері қалпын сақтау барысында біз 3-3-тен бөлеміз. Бірінші тазалау басқышы, екінші қоректендіру, үшінші қорғау дейміз. Енді осы қаншама күнді бетіңізді қорғап жүргенменен де бір зиян нәрсе бар да, біз әдетте күн нұрының Д3-ді алу арқылы организмге өте пайдалы витамин аламыз. Бірақ ол егерде теріге тіке түсетін болса, ол керісінше теріні кәртейтіп жіберетін ролы бар. Сондықтан біз SPF-ті өте жақсы қолдануымыз керек. Енді қараңыздар, бірінші тазалау басқышы дедік. Тазалау басқышы ең өте дұрыс болмайтын болса, сіздің қалған жаққан тонеріңіз болсын, эссенция болсын, креміңіз болсын, ешқандай пайдасы жоқ, далаға ұшып кеткенмен бірдей. Енді бұл кісіні қазіргі айтып болғаны тазалау. Қалай дұрыс тазалау керек? Яғни біздің розовый наборда болды, гидрофильный масло, энзим пудра, сосын пенка отдельно жүрді да. Ал енді сіз осы жерде пенканы жаңа қалай деп айттыңыз, сонда гидрофильный масло қосылған дедіңіз. Сол жерін тағы бір қайталап айтып жіберсеңіз, адамдарға түсінікті болатындай. Біз анада үшеу нәрсе істеттік, отдельно 3 басқышпен тазаладық. Бұл жерде қазір қазір тазалау бізде 2 этап. Осы бірінші пилинг умывашкасы. Одан кейін барып қазір мен екіншісі жаңағы умывашкадан кейін пилингті айтамыз.
Одан кейін барып бағанағы увлажнение кетеді, одан кейін барып әжімдерге қарсы кремдер ретімен кетеді. Жаңағы бұл умывашканы айтқаным, бұл жерде двухфазовый деп өзі жазылып тұр, иә. Өздеріңіз двухфазовый дегеніміз жаңағы гидрофильный маслода, умывашкада бар деп осының ішінде айтылған. Осы умывашканың өзінде. Жай ғана бір гель емес. Керемет та. Біз бұрынғыда SPF-ті айтып жатырмыз ғой, SPF деген күн қорғайтын зат болғандықтан кейін оның құрамы өте күшті заттар болады. Жаңа теріден ультрафиолеттен қорғайтын болғандықтан жай ғана бір умывашкамен жуып, біз беттен SPF-ті алып тастай алмаймыз. Сол себепті біздің умывашканың бағанағы ең артықшылығы сол терең, профессиональный, плотный бағанағы тональный кремдермен именно жаңағы SPF-ті өте керемет алады, двухфазовый. Терең тазалап, бірінші гель деп айттым ғой, қалай құрғақ бетке гель варианты жағылады, 1-2 минут бетті уқалайсыздар, одан кейін барып қолдарыңызды сулап, влажными руками, мокрыми, сонан кейін барып сол қолды бетіңізді тағы да уқалағанда пенка образоваться етеді. Сол пена болып, беттегі гель пена болған кезде жаңағы теріге терең еніп, терінің ішіндегіні бағанағы кірді өте керемет шығарады деп негізі жазылған. Жақсы. Енді қараңыздар, осында тыңдап отқан кісілер бет күтімінің маңыздылығы тазалау басқышы өте дұрыс болу керек. Егер де сіз тазалау басқышын дұрыс жасай алмайтын болсаңыз, мына терідегі тұрған порлар дұрыс ашылмайтын болса, сіз ендігі процесс бізде не? Дұрыс тазаланғаннан кейін барып витаминдер береміз ғой. Тура жерге не берген сияқты. Бірінші дайындап алдыңыз, екінші витаминдер бересіз. Одан кейін қоректендіру, одан кейін барып сізге не істейсіз? Қорғайсыз. Тура сол сияқты екінші басқыш сіздің витаминдер басқышы. Бұның ішінде пилингпен тазаладыңыз, жаңағы бірінші ретке гидрофильный масломенен бізде пенканың ішіне қосылған болып тұр ғой, 2 в 1. Оны тазалап алғаннан кейін пилингке тоқтай кетейін ба, Қайнар ханым? Қазір, Сонда енді екінші вариантта қазір бұл пилингпен тазалаудан кейін барып қоректендіруді айтады. Тонер, эссенция, одан кейін барып бізде не? Қорғау басқышы басталады. Яғни тонердің маңыздылығы, тонер 1 минуттың ішінде тазаланып бітті ғой бет. Сол кезде 1 минуттың ішінде жағылу керек. Яғни порлар ашылған кезде 1 минут терінің тесіктері ашық болады екен. Сол кезде сіз жаңағы тонерді сеуіп, эссенцияны бетінен жағатын болсаңыз, теріңіз полный витаминдерге қанығады. Одан кейін барып не істейсіз? Креммен бекітесіз. Себебі эссенция деген нәрсе, су деген, тонер деген нәрселер ауаға шыққан кезде ұшып кетеді ол. Өзіңізде далаға қойып қойған су парланып ұшып кеткен сияқты, адам терісіндегі жаңа витаминдер мен тоник эссенциялар ол тез ұшып кетеді. Сондықтан оны енді 4-ші басқыш креммен бекітесіздер. Креммен бекітіп, жаңағы күннен қорғауды жағып қорғайсыздар, Қазір енді сол басқышын қазір кім Меруерт ханым айтып өтеді. Мен бүгін үйге келіп үлгермедім, Талғар қаласына келе жатқандықтан. Ол аралықта мен үйге кіріп алайын. Қосыласыз ғой енді. Так, екінші бізде этап, бірінші этап жаңағы умывашка кетті, екінші этап бізде пилинг дедік. Міне, софт пилинг деп тұр, екінші номерлі, сыртында өз номермен белгілеген, очищающий гель пилинг с тройным кислотным эффектом деп жазылған, бағанағы 3 қышқыл кешенімен байытылған тазартқыш пилинг. Теріні нәзік әрі тиімді түрде тазартады. Бұл тері тесіктерін, бағанақ терінің пораларын дейміз, тазартады және теріні тітіркенуден жалпы күйін жақсартады. Тітіркендірмей, жаңағы нежный, бережный бағанақ увлажнение дейді ғой, солай жұмыс жасайды. Тіпті жаңағы сезімтал теріге де күнделікті пайдалануға қорықпай болады. Енді бұл біздің пилингтің ішіндегі негізгі ингредиенттерін айтып кетсек, бұның ішіндегі ең басты ингредиенттер жаңағы сүт қышқылдары дейді. Бұл сүт қышқылы және салицил қышқылы және глюконал лактон дейді. Енді бұл сүт қышқылы не істейді? Ең бағанағы маңызды ингредиенттер осы үшеу болып тұр. Тері бетін жұмсақ тазалап, табиғи жарқырауын қайтарады. Жаңағы реңі дейді, цвет кожи, соны беттің кожасының цветін әдемі тегістейді, және беттің құрылымын тегістейді. Верхний бағанақ слой дейді ғой, беттегі верхний бағанақ рельефті тегістейді. Мысалы, акне, бағанақ прыщтардан кейін бағанағы ойық шұқырлар қалады, орындары, бағанақ қара безеулер дейміз, комедондар дейміз, солардан кейін өзі бетте сондай заттар шыққан кезде бетте бағанақ неровность болады. Солардың бәрін мынау біздің пилинг
жағып пайдаланған сайын өте керемет несін көрсетеді, пайдасын. Ал енді бағана салицил қышқылы не істейді? Ол салицил қышқылын бәріңіз білесіздер, теріні терең қабатына еніп, артық маймен кірді кетіреді. Безеулермен жаңағы именно мына мұрынның үстінде де крылья носа дейміз, в основном осы жерде мына адам егінде болады, қара нүктелердің азаюына бағанағы салицил қышқылы көмектеседі. Одан кейінгі жаңағы үшінші құрамы глюканал лактон дейді. Бұл жұмсақ пилинг әсерін береді, теріні ылғалдандырып, қорғаныш қабатын күшейтеді, сезімтал және реактивті теріге де өте пайдалы. Сол үшін бағанағы сезімтал, реактивті теріге де пайдалы деп жатыр. Қорықпай, сондай өте сезімтал бағанағы аллергетик беттері бірдеме тиіп кетсе қызаратын адамдар болады ғой. Сондай адамдарға да қорықпай ұсынсаңыздар болады. Жаңағы розацеямен жазылған өзімнің құдашам бар, қыздар. Сол құдашам өзінің розацеясы жазылғаннан кейін бірден көптеген адамдарға, сол өзінің жұмыс орында осы розацеямен ауыратын адамдарға қорықпай осы косметиканы толыққанды ұсынады. Бұны қалай пайдаланамыз, қолдану тәсілі дейді. Бетті тазалағаннан кейін, бағанағы умывашкамен жуғаннан кейін бетті сүртіп, құрғатып тастайсыздар. Құрғақ бетке жұқа қылып жағасыздар. Әрине, көз айналасына тигізбей, ерінге көз айналасына тигізбей жағып қойып, үйде мүмкіндік болса 5-10 минутқа қалдырсаңыз өте керемет тамаша несін береді, эффектісін береді. 5-10 минуттан кейін алып жуып тастайсыздар. Бұны аптасына күнде пайдалануға болмайды, өздеріңіз білесіздер, аптасына 1 немесе 2 рет пайдаланып отыру керек. Бағанақ беткі қабатындағы өлі клеткалар дейміз, өлі клеткалардың бәрін тазалап, терең тазалап отыратын екінші этапымыз осы пилинг дейді. Бұл екінші этап. Ал енді тонер бірінші этап кетті бізде. Умывашкамыз жаңа, біраз умывашканың өзі құры бір жай ғана бет жуатын дүние болса да, біраз бұл туралы ақпарат айттық. Екіншісі пилинг. Мынау тазалау. 2 этап біз тазалаудан өттік. Ендігі келесі бізде еще миллиграмдар да күшті, 200 миллиграм болады. Жаңағы умывашкамызда именно тонер. 2 этап терең тазалаудан кейін поралар ашылды, пораларды солай керемет тазаладық. Одан кейін біздің жағылатын дүниеміз мына номер 3-ші, сыртында өзі 3 деп тұрады. Қайсынан кейін қайсын жағамыз деп қорықпайсыздар, уайымдамайсыздар, өйткені барлық контейнерлардың сыртында өзі санмен белгіленген. Бұл теріге жарқырауыш беретін бағанағы тонер дейміз. Бұл тонердің ең бағанағы жұмыс жасайтыны теріге өте терең ылғал беріледі. Серпімділігін арттыруға және шаршаған, бозарған теріні табиғи тепе-теңдігін қалпына келтіреді. Тусклый цвет кожи деп атамыз ғой, сол тусклості беттегі алады. Жаңағы терең 2 этап тазалағаннан кейін құрғақ бетке жұқалап, ватный дискпен деп жазылған, бірақ ватный дискті өзіңіздеріңіз білесіздер, қыздар, оны ватный дискке салғанда, ватный диск тонердің көпшілігін өзінің жаңағы мақта өзіне сіңіріп алады. Сол себептен мүмкіндік болса, өте аккуратно аздан-аздан қолдарыңызға тамызып, қолмен ғана былай наносить етіп, полностью равномерно, похлопывающим движениями дейді ғой, былай похлопывать етіп, осылай отырып сіңдіргеніңіз өте керемет болады. Бұл тонер жай ғана тонер емес, бұл эссенция болады. Эссенция тонер болып жүреді, жай ғана тонер емес. Жаңағы айтқаным, бұл жерде қос гиалурон қышқыл жүйесі дейді. Нано жоғарғы молекулалы бұл жерде гиалурон қышқылы болғандықтан теріні өте терең теріге өтіп, 48 сағат бойы ылғалдандыруды өте жақсы ұстап тұрады. Сосын жаңағы беттің қорғаныс қабатын күшейтеді. Бұл 3-ші этап. Кеттік. Бетті ылғал бердік бетке. Қайнар ханым, сіз орналасып алыңыз ба? Енді тонердің
негізгі ингредиенттерін айтып кетпеттік. Жаңағы біздің бетке жағатын 3-ші этаптағы тонердің негізгі 3 ингредиенті нано-гиалурон қышқылы дейді. Сосын глюконолактон дейді. И центелла азиатская. Нано-гиалурон қышқылы дегеніміз, енді өздеріңіз білесіздер, нано өлшемді ылғалдандырғыш молекула терінің терең қабатына тез сіңіп, 48 сағат бойы ылғалды сақтап тұрады екен мына тонердің құрамындағы нано-гиалурон қышқылы. Теріні қорғаныс қабатын күшейтіп, табиғи жарқырауын қамтамасыз етеді. Центелла азиатская успокаивает, білесіздер, бағанағы регенерацияға өте жақсы. Бағанағы бір жаралар болса, безеу, сондай нелерден кейінгі орындардың бағанағы тез жазылып кетуіне азиатская центелла сығындысы регенерацияға өте күшті көмектеседі. Бағана қолдану тәсілін айттым, мақтаға емес, қолдарыңызға аз-аздан бағанағы тамшыны тамшылатып отырып, беттеріңізге, құрғақ бетке жағасыздар. Бұл 3-ші. Міне, қоректендіру, ылғалдандыру бізде енді басталды. Енді этап бізде 4 жүреді. 4 бізде, осы 4-тен бастап бізде против морщин жүреді. Мына бағана бетті тарту дейміз, бетті тарту, майда әжімдерге жаңағы несін тигізеді дейміз, майда әжімдердің бәрін кетіреді дегеніміз. Көп функционалды тері күтім құралы осы ампульный крем. Ампульный крем. Подтяжка и повышение упругости дейді. Осы 4-ші этапта осы подтяжка эффектісі басталады. Бұл не дейді? Жоғарғы тиімді әсері бар тартушы ампула. Бұл жерде низкомолекулярный коллаген бар. 13 пептидтен тұратын кешеңі. 13 пептидтен тұратын кешеңі бар. Бұл функционалды ампула терінің серпімділігін артып, сосын тартымдылығын күшейтеді. Подтяжканы кәдімгідей күшейтеді. Сосын терге серпімділік беретін формуласы тері қабаттарына терең сіңіп, ұсақ әжімдердің көрінісін азайтады. Және бет әлпетін айқын жасқып, бірден осыны жаққан кезде, кәдімгі бетті тартқанда, өздеріңіз байқайсыздар, бірден бетке жаққанда жаңағы жасқып көрсетеді. Бағанағы бетті сергек жасқып тартылғанын бірден сезінесіздер. Асықпай сіңдіріп жағасыздар. Бұл 4-ші эффект. Сонымен қатар нано өлшемді гиалурон қышқылы теріге лезде әсер, терең ылғал беріп, оны таза және табиғи жарқырауын күшейтеді. 4-ші этап. Так, одан кейін бізде бөлім 5-ші этап жүреді. Против 5-ші этап бізде против морщин мынандай крем. Против морщин жүретін крем. Бұлар 5-ші этапымыз біздің против осымен біздің бағанағы полный кешен поэтапна бағана бет күтімі осы 5-ші креммен бізде закреплять етеміз полный, осымен соңғысын жағамыз. Бұл деген әжімге қарсы функционалды кремнің құрамында төмен молекулалы коллаген мен мультипептидтер бар. Олар қарқынды лифтинг әсерін беріп, теріні терең ылғалдандырады. Және табиғи өзінің жарқырауын керемет қып бірден көрсете алады. Және жаңағы әлсіз, шаршаған, бағанағы көздің астында қоңыр болып кетеді ғой, соны да бірден керемет кетіреді. Беттің қорғаныш қабатын керемет күшейтеді. Бұны тағда бір айтатыным, кешке жақын осы 5-ші этаппен полный закреплять етіп жағасыздар. Бұл жерде енді құрамын айтсақ, мына жерде нано-глайрон қышқылы дейді, терінің терең қабатына еніп, 48 сағат бойы ылғалдандыру мен тығыздықты қамтамасыз етеді. Бұл жаңағы нано-гиалурон қышқылы жаңа бізде ампульный сывороткада да болды. И мына 5-ші этап кремде де жүреді екен. 13 мультипептидтік комплекс дейді. Бұл қартаю белгілеріне қарсы күреседі, серпімділікті артады, теріге жарқырау береді және белсенді заттарды жеткізуін жылдамдатады. Белсенді заттардың бағанағы жеткізуін жылдамдатады. Ал енді ең күшті зат осы 5-ші этаптағы против морщин кремнің жүретіні, бұл ацетил гексапептид деген 8. Бұл состав ботекс эффект деген екен. Ботексті бағанағы адам бетіне ботекс салғанда бірден бағанағы ұсақ майда әжімдерді тартып,
соларды кәдімгі значительно көзге көрінбейтіндей қылып кетіреді беттен. Бұны тағы да бір қосымша айтатыным, кешке жақын бұны 5-ші этап деп отырмыз ғой, соңғы осы 5-ті жаққан кезде сіздер мысалы 2 күнде бір, 3 күнде бір маска ретінде беттеріңізге әдеттегі жағудан да сәл қалыңырақ қып жағып қойсаңыздар болады бетке. Неге? Өйткені маска ретінде таңертеңге дейін бетке жумай, тиіспей қалыңырақ қып жақсаңыздар, маска ретінде бұны пайдалануға болады 5-ті. Өте керемет. Так, 5. Енді бізде келесі этап бағанағы сиқырлы спикула крем дейді, крем спикула дейміз. Бұл спикула кремі өте бір пайдаланғанда, міне қарасаңыздар 6 деп тұр. Бұл жаңағы 5-ші этап кремнен кейінде күн ара 2 күнде бір, 5-ші этаптан кейін соның сыртынан да тағы да жұқалап жақсаңыздар болады. Прям неге? Өйткені бұл жерде майда сондай жасушалық деңгейде жұмыс жасайды, теріні терең теріге еніп, жаңағы клеткаларды оятады деп жазылған. Енді қарасаңыздар, бұның өзі 15 грамм ішіндегі, бүкіл біздің 9 этаптың ішіндегі граммажы аз уход осы спикула крем. Бұның ішіндегі кремнің граммының аз болғанда, бұның жұмыс жасауы, ішкіндегі құрамы өте керемет крем. Енді бұл спикула туралы айтсақ, бұны бетке жаққан кезде жұқа бетке жағып, тазалап жаққаннан кейін беттеріңізге бір ұсақ инелер кіргендей сезінесіз. Бірақ одан қорқудың қажеті жоқ. Бұл ненің белгісі? Бұл теріге бағанағы терең еніп, өте төмен молекулалық деңгейде болғандықтан теріге бірден жасушалық деңгейде теріге терең еніп, терідегі өлі клеткаларды жұмыс жасатады. Өлі клеткаларды керемет жұмыс жасатады. Бұның ішіндегі енді біздің ингредиенттер теңіз губкасынан алынған дейді. Морская губка дейді ғой, содан алынған, соның табиғи микроинелері, коллаген, соның табиғи микроинелерінен алынып жасалған екен. Бұл беттің серпімділігін артады, саңылаулары дейді, бағана пораларын тарылтады, және теріге жарқырау береді. Вот именно теріге жарқырау, пораларды сужайды дейміз, и беттің бағанағы сияние кожи, вот именно спикула крем береді. Бұл жерде де өте бағанағы терең төмен молекулалы коллаген, бұны бағанағы ультра жіңішке коллаген теріге тезеніп, оның серпімділігін және ішкі тығыздығын арттырады дейді. Терең ылғалдандыруға, тегістік және жас көріністі сақтауға ықпал етеді. И және де жаңағындай 13 пептидті комплекс бар. Терінің жарқырауын, серпімділігін қалпына келтіретін ұсақ әжімдерді алдына бағанағы алатын кремдердің бірі осы біздің спикула крем. Бұны көбі ұнатады, кейбір адамдар ұнатпайды, кейбір адамдарға кішкене раздражение да береді. Көбінесе мысалы мастер-класста демонстрация жасаған кезде мен адамдарға бірден бұны бетіне жақпаймын, пайдаланбаймыз. Неге? Өйткені мастер-класста біз, өздеріңіз білесіздер, офисқа келеді, немесе бір басқа жақта, адам оны өзінің үйінде кешкі уақытта өзі жағып бағанағы пайдаланып көрген дұрыс. Көп жағдайда мен қолын ашқызып, ең сезімтал жер бар ғой, осы жерге бірден аллергия болатын болса, беті бірден, енді аллергия бермейді, бұдан бірден бағана қызарып, реакция болатын болмайтын осы қолының ең нәзік жеріне жағып беремін. Үйге барғанда біраз уақыттан кейін көресіз деймін. Егер ондай прям раздражение болмаса, қорықпай жаға беріңіз деп кеңес берем. Бұны пайдаланғаннан кейін міндетті түрде өздеріңіздің қолдарыңызды жақсылап жуып, сабындап жуып тастағандарыңыз абзал. Өйткені жаңағы кремнің майда бағанағы морской губкалардан деп жасалып дедік қой, сол тікен ине сияқты нәрсе басқа жерлеріңізге, мысалы тамақпен ауызға кетіп те қалуы мүмкін. Бұл біздің 6-шы этап. Енді қайсына тоқтайық? Бабл серум деген бізде
6 этап бітті. Сыртында барлық жаңағы көрсетіп отырмыз. Жаңағы сыртында бүкіл сандары бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мен біз аяқтадық. 6 спикула кремді тағы да бір рет қайталап өтейін. Бұны да күнде жақпайсыздар. Бұл да как маска ретінде 5 этапты біткеннен кейін бір күнде через день чередовать етіп, 2 күнде бір маска ретінде бағанағы 5-ші этаптан кейін беттің сыртынан жағуға болады. Болмаса күндіз дневное время бетті умывашкасымен жуып, екіншісінен тонермен тонировать етіп бағанағы увлажнение бергеннен кейін 3-ші этапта үйде демалған күндеріңізде болады ғой. Үйде демалыс күндері жүргенде осымен бағанағы маска жасап қойсаңыздар да болады. Одан бөлек бізде мынандай бабл серум деген сыворотка бар. Бұл жеңілдетілген функционалды көбік сыворотка дейді. Бұл сыворотка жаңаға анау гель варианты жүрсе, мынау сондай бір көбік болғанымен, бұл өте сіңімділігі бетке жоғары, өте сондай көпіршік, молекулалық деңгейде өте сондай молекулалар төмен, бірден бетке терең еніп, бағанағы беттің бағанағы сыворотка болғандықтан бірден тарту процесін, против морщин дейді жаңағы, тарту процесін өте күшті алдына алады. Бұл жерде де бағанағы 13 пептид неоцинамидпен жасалған. Неоцинамидтің өзі 300 дальтондық төмен молекулалы коллагеннен тұратын бағанағы төмен молекулалы. Сол үшін дальтоны төмен болған сайын, ол теріге де, іштей бағанағы коллагенді де айтып өттім, қабылдағанда дальтон өте төмен болған сайын, ол бағанағы на клеточном уровне дейді ғой, солай жұмыс жасайды. Бірден клеткаларға барып, өзінің жұмысын атқарып кетеді. Қысқасын айтқанда, бұл да қосымша сыворотканың бір түрі. Бұнымен де сіздер жаңағы біздің 6 этапты кешке жақын бірыңғай бетті кешке жақын этаппен жасасаңыздар, бұл сывороткаларды мен өзім лично күндізгі кезде таңертең бетті бір жуып шайып тастағаннан кейін, түнімен бүкіл этаппен бетке жағылғаннан кейін, свет өшкен кезде, адам демалғанда, адам ұйықтап жатқан кезде бүкіл гормондарымыз жұмыс жасап, токсиндар шығады. Ертеңгі уақытта міндетті түрде бетімді кешемен мысалы жудым, бәлен зат жақтым деп құры сумен шая салуға да болмайды екен негізінде. Міндетті түрде жаңағы умывашкамен бір жуып тастап, таңертең таңғы асқа барарда мен осы бабл серум деген сыворотканы жұқа бір бетіме жағам. Бөлек күндізгі кезде бұны да қосымша жақсаңыздар болады. Өте әдемі. Ендігі қалған біздің 9 этаптан ең күшті қазіргі таңда ешқандай компанияда жоқ шығар деп ойлаймын. Мынандай біздің көздің айналасына арналған арнайы крем. Бұл интеллектуалды вибрациялық құрылысы бар функционалды көзге арналған крем. Бұл бірден қолмен ұстамай-ақ, ешқандай кнопкасы да жоқ, бірден бетке, теріге жанасқанда, теріге барып тигенде өзі бірден қосылып, вибромассаж жасап, қан айланымын күшейтіп, жаңағы соған пайдалы. Мына басындағы насадкасы арнайы темірмен салқын жасаған кезде өте сондай бір адам демалады, керемет бір әсер береді. Темные круги дейді ғой под глазами, отечность, темные круги под глазами дейді. Мынау өзіміздің мимический мына жердегі морщиналар бар, соларға бірден жаққан кезде өте терең бағанағы ылғал береді да. Кәдімгідей жаққаннан кейін бір 10-15 минуттан кейін көздің айналасынан кәдімгідей әсер көресіздер. Одан кейін бұл гигиеналық тұрғыдан да өте жақсы мына насадка. Неге? Өйткені білесіздер, көз айналасы болғаннан кейін көз деген өте нәзік жер, кейде қолымыз кір болуы мүмкін, енді әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Мына жерде бесконтактный, қолға тиіспейсіз, жай ғана мына кремді сәл басқан кезде керекті мөлшерде кремді аласыз да, тақап, тек қана денеге тақалғанда кожаға өзі бірден автомат түрде мынау массажер қосылып, әдемі сондай не береді, әсер береді. Бұл жерде де енді бағанағы біздің құрамын айтсақ, бағанағы смарт вибрация технологиясы, мына басындағысын айтады, қол тигізбей қолдану деп отыр, арнайы құрылғы кремді теріге тікелей жанаспай-ақ таза әрі гигиеналық түрде жағуға мүмкіндік бар деп отыр міне. Күнделікті терініге күтімге де күшті. Аденозин дейді. Аденозин деген составында аденозин бар. Білесіздер, аденозин өте керемет күшті ингредиенттердің бірі, терінің серпімділігін артады.
упругость дейді жаңағы бет. Вокруг глаз бізде өте сондай нәзік тері болғаннан кейін бұның құрамында аденозиннің болғаны өте керемет. Натрий гиалуронаты дейді, теріні терең және ұзақ уақыт ылғалдандырады. 3 мультипептидтен тұратын кешен, ол да бар. Ниацинамид пен арбутин деген нәрсе бар. Көз айналасындағы терінің реңін ағартып, жаңағы ниацинамид ол отбеливающий эффект береді, арбутин екеуі. Мына көздің жаңағы темные круги под глазами деп отырмыз ғой, соған өте күшті. Кстати, менің мына жерімде бір Египетте қатты загар алған, содан қалған, менде кішкентай дақ болған. Сол дақты өте мынау бір 20 күннің ішінде кәдімгідей осветление беріп, сол дақтың жартысы кетіп қалды. Өзімнен алған нәтижемді айта кетейін. Сол қалай пайдалану керек екенін вокруг глазды айттым, составы қандай екенін айттым, өте ыңғайлы. Кейбіреулер алып, мына жерде батарейкасы бар ма, қалай ауыстырамыз деп жатыр. Жоқ, бұл өзі бірден денеге, теріге тигенде автоматты түрде қосылады вокруг глаз. Мына жақта сізге лайк басып, Зағайша Кәмшат ханым өте жақсы қолдау көріп, рахмет айтып жатыр. Рахмет, лайк басып отырған. Рахмет, я. Рахмет. Рахмет, қыздар. Күшті, я. Мен сіздерге рахмет айтпай, айтып жатқанымды тоқтатпай, жалғастырып жатқандағым ғой, көріп отырмын бәріңіздің лайктарыңызды. Нұргүл ханым, барлығы. Зағиша ханым, үлкен рахмет, қыздар. Жаңағы, роликовый крем бар, соңғысын айта кетейін, қыздар. Ең соңғысы мынау біздің бұл да не жүрет, 9 этаптың бір түрі. Бұл жерде маған қатты ұнағаны, бізде қазір қыздар гуаша деген нәрсені жақсы пайдаланып, сол қызық болып жатыр ғой. Сол басында бірден насадкасы бар. Специально мынандай медицинский сталь, бас жағында ролик бар. Тағы да он оф деп тұрады. Қалай ашу керек екен дейсіз, бұрайсыздар. Мынау өзі бұралады. Супер, қыздар. Бұралады. Основной носогубкамен бізді тыңдап отыр. Қуанышбек мырза, керемет, жұмыстарыңыз ілгері болсын. Бақыт ханым, қалайсыздар? Кері байланыс берсеңіздерші, күшті отырсыздар ғой. Сіздерді сағынды. Қайнар ханым, Меруерт ханым, супер. Бүгінгі сіздер жиналып, жаңағыдай осындай сабақ беріп атқандарыңыз дұрыс болды. Барлықтарыңызға жаңағыдай қайырлы білім болсын. Күшті. Молодцы, қыздар. Супер. Сіздер мына жерде крутой сидектермен кездесу болып жатыр. Не, мынау система деген достар осы, я. Даже біздер болмасақ та система үзілісі жүріп жатыр, мінекей, көрдіңіздер ма? Системаны құтып деген осы, я. Бір рет жүргізіп берген мықты тәртіпті сіздер арғай жалғастырып жатсыздар. Енді қыздар, сіздер енді кішкене орыс тілін еще үйреніп алсаңыздар, бізде халықаралық компания ғой. Бірақ та Меруерт ханым күшті айтады, мен білемін. Меруерт ханым. Мен бар ғой, скоро Қайнар ханымның переводчигі болып орналасам ау деймін, аудармашы болып. Это же круто же, я, например, Қайнар ханым қазақша айтып жатса, жанында переводтап отырсақ, я, вообще күшті ғой, я. Компанияларда, мысалы, мен баяғыда істеген компанияда, Грузияда, грузиндер грузинше сөйлеп тұрады, жанында орысша аударып тұрады. Это же вообще круто ол деген, вообще не күшті болады. Сондықтан Қайнар ханым, дайындалыңыз, мен сіздің аудармашыңыз боламын. Хорошо. Жақсы, сіздердің сабақтарыңызды бөлмек, сабақтарыңызды жалғастыра беріңіз. Рахмет сіздерге. Сағындық, кездескенше. Алла қаласа. Сәтті болсын. Пока-пока. Енді бұл жерде қандай керемет, иә, мына мықты әлемді бағындырып жүрген өте үлкен 20 жылдық опыты бар кісілер келіп отыр. Сіздерге ол кісілер мына жерде бірге кіріп, сіздерге шабыт беріп жатыр, бар екендерін білдіртіп жатыр. Бұның өзі біз үшін бақыт, соны бағалаңыздар. Жаңағындай қарап тұрсаңыздар, бұл екеуміз жүргізіп отырғанмен бұл кісілер де бізге құрмет білдіріп, мына сабақтың барысына өздерін жұмыс жасап отқан аудиториясымен бөлісіп, қарап тұрсаңыздар, бір күн демалыс жоқ, иә? Ана Талдықорғанға балды, одан келді Қырғызстанға кетті, міне Ақтөбеге кетті, күн демей, түн демей. Кім осылай жұмыс жасап жатыр? Конечно, миллиондаған табыс осы кісілерге лайықты. Сондықтан сіздер ойлансаңыздар болады. Нақты іспен, сөзбен емес, іспен дәлелдеп отқан кісілер ғой.
Аха, Меруерт ханым, мен қысқа нұсқа аяқтатып жіберейік, өйткені сіздің жаңағы 9 этапты сосын коллагендерді өте түсінікті қылып таныстырдық деп ойлаймын, себебі қазір бізде 4 минут уақыт қалған екен. Бұл 4 минутта сіз енді қарапайым адамдар бұл жерде біраз да түсінді деп ойлаймын, бірақ енді кішкене болса да жаңағы өзіңіз қарапайым тілде 9 этапты бүйтіп 1 сағат түсіндірмейсіз ғой. Шынын айтқанда 5-ақ минутта түсіндіруге болады. Солай бір таныстырып жіберіңіздерші, адамның миында есінде қалатындай қылып. 9 этапты айтқанда бағанағы ең бастысы айтасыздар, жасушалық деңгейде жұмыс жасайды деп, бағанағы на клеточном уровне деп. Жасушалық деңгейде жасайды, өйткені бұл өнімнің каталогын бәрін қарап, GPT-да өзіңіздің салсаңыздар, бірде-бір сол ең бірінші фишкасы жасушалық деңгейде жұмыс жасайды. Одан кейін өздеріңізден міндетті түрде аямай 9 этаптың бәрін алып сезініп көріңіздер. Сол кезде өздеріңіздің де басқаша бір әсерлеріңізді алып жеткізген мүмкін, менен де бір керемет жеткізіп жатарсыздар. Енді айтқанымда қазіргі кезде, мысалы Қайнар ханым, көбі салонға барғысы келеді. Көп қыздар бетін чисткаға барады. Жаңағы біздің екінші этапымыз именно мына мұрындағы қара безеулер, акне дейді, көп нәрсен пора тазалау дейді. Ол салонға жазыласың алдын ала, ол салонға барасың. Барғаннан кейін де ол салонның алдына жаңағы паркингке машинаңды қоясың, таппайсың орын. Соның бәрі уақыт. Мысалы менде банкта істейтін, налоговыйда істейтін өзімнің бұрынғы бірге істеген таныс қыздарым мен осыны таныс түсіндіргенде, сенің қолыңда, былай айтқанда, бағанағы салон сенің үйінде деп айттым. Үйінде бір бұрышта тұрады, дайын деп айтқанда, қыздар айтты, действительно біз жазылып, уақыт кетіріп келмейді екенбіз. Бұл салонның бағанағы процедурасы, профессиональный бағанағы не берсе, уход болса, салондағындай, біз ойланбай аламыз деді. Өйткені қазіргі кезде адамдардың бәрінің проблемасы уақыт қой, уақыт жеткізе алмайды. Сол себепте бұл 9 этап болып мен сіздерге ұзақ түсіндіргенімен, бұл бір ары кетсе 7-8 бір 10 минут мүмкін, 10 минут уақытыңызды алады. Жуасыз, пилингіңізді жағасыз, тонермен бағанағы увлажнять етесіз, 4 деген сыворотка ампульныйыңызды жағасыз, бәрін тездетіп бетпен былай похлопывающий движениямен жасап отырсаңыздар, ол тез сіңіп, тез кебеді. 5-ші этап кремдеріңізді жағасыздар, болды. 6 жаңағы спикула кремді онда да 2 күнде бір жағасыздар дедім. Маска ретінде қалдырсаңыздар болады. Вокруг глазды бүкіл процедураны жасап алғаннан кейін диванға барып, жатып, рахаттанып, бағанағы массаж жасап, телевизорларыңызды қарап жатсаңыздар болады. Мен қарапайым тілмен осылай түсіндірем. Салонға барудың қажеті жоқ. Салон сіздің ванныйыңызда бір бұрышта дайын тұр. Мен сөйтіп айтам, қыздарға үйде бұрышыңызда тұр салонда. Вот қазақша. Ақша жағынан экономия. Сіз қазір тазалауға барсаңыз 10 000 теңге төлейсіз. Мына бір алып қойдыңыз. 10 000 теңге, сол процесс, сол сізді механический чистка тазалайды, мынау комедондарыңызды, нелеріңізді, жировиктарыңызды бәрін, негізі қазір уже механический тазалау деген қазір ол уже давно қалған, олай ешкім тазаламайды. Умывашка мен мынау пилинг өте күшті болса, сапалы болса, сізге ешқандай чистка керек жоқ. Тазалайсыз, тазалау өте терең керемет жұмыс жасаса, одан кейінгі бағанағы препараттар өзінің жұмыс жасауын өте күшті атқарады. Болды, бұл жерде басқа көп бір артық айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өте керемет. Сол үшін сіздерге тағы да бір айта кетейін, қорықпай, прям шынайы, өздеріңіз бағана айтқандай кордиал кер деген жүректен жүрекке жеткізе алу үшін өздеріңіздің бойларыңыздан осы өнімді толыққанды өткізіңіздер. Сол кезде сіздерге сатуға да, ұсынуға да оңай және жеңіл болады. Керемет. Қыздар, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Бір-екі сұраққа рұқсат берейік. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіздер ме? Мен сұрайын деп едім, бұл уходовый крем жаңағы для какого возраста? Для молодой кожи или для старой? Бәрі бір не ма сонда? Или отдельно жас терге, жас 25-30-дағы қыздарға? Или, например, мен өзім 60-ға жақындап қалдым, маған болады, мысалы, да, морщинки там убирают деп, да? А вот для молодой кожи можно использовать его? Кім болады? Қарлығаш ханым? Қарлығаш, иә. Қарлығаш ханым, енді бұл сетевой маркетингпен сатылатын өнім болғандықтан, оның бәрі бұл өнімнің шығарылып жатқан жерінде бәрі ескерілген. Бұл жерде 20 жастан, 35 жастан деген бізде ешқандай шектеу жоқ. 25 жастан бастап организмда коллаген өзінің түзіліп, коллагеннің шығуы тоқтатылғаннан бастап, бағанағы құрамында мынаның коллаген болғандықтан, 25 жастан бастап қолдана берсеңіздер болады. Бұл жерде ограничение жоқ.
жасушалық деңгейде жұмыс жасайды. Сол себептен ол бағанағы возрастной именно 50-60 жастағыларға да өте керемет ылғал, увлажнение Меруерт керемет. ханым, бір рахмет айтып қойыңызшы, мына жақ лайкқа толып кетті. Ой, Злиха ханым, Асюш мамасы, Злиха ханым, Асияның мамасы, рахмет сізге, Злиха Тоқтамай ханым. отырады. Жаным, Жақсы, рахмет. Енді Қарлығаш ханым былай ғой, бұл жерде жас шектемесі жоқ. Мен өзім қызым 12 жастан бастап осы косметиканы қолданады. Бетінде енді жасөспірім шақта шығатын анандай бір безеулер болады ғой. Соған жақсы көмектеседі. Тұрақты істететін болса, әсері жақсы. Жас шектемесі жоқ бұл жерде. Құрғақ тері, майлы тері деп тері типіне де бөлінбейді. Өзі бұл косметика деп тұр ғой. Емдік қасиеті болғандықтан әр адамның терісіне қарай өзі икемделеді. Жақсы, қандай сұрақтарыңыз бар тағы да? Соңғы этапты айтып жіберіңізші, жаңағы 9-шы нені айтылмай қалды до конца. Біреу все-таки қарап отыр екен ғой, өте внимательный екенсіз, рахмет. Аяғына дейін, соңына дейін бәрін сондай керемет тыңдап отырсыз. Бағанағы басында арнайы ролигі бар дедік қой, Гуаша. Бұл кремде против морщин жүреді, лифтинг әсері бар ролик крем дейміз, мынау арнайы аппликатор. Бұл неге жақсы? Мен бұл кремді негізі мына 5 против бағанағы 5-ші этап екеуінің құрамы бір. Бірақ мен бұны өзіме алған себебім, мына ролик именно көбінесе бізде уже возрастпен мына носогубка дейміз, брыля дейміз, мына брыля түскен кезде мына жер салбырайды, носогубка түскеннен кейін беттің формасы кетеді. Сонан кейін, әрине возраст болғаннан кейін толамыз, арықтаймыз, мына жерде подбородок кетеді. Соған массаж жасау мақсатында мен осыны алдым. Также лифтинг эффект жүреді, просто басындағы мынау ролигі маған қатты ұнады. Именно мынау носогубка, брыля, сосын жаңағы мына жерге былай ектің астына полный жасайсыз мойынға. Мойынға негізі бүйтіп крем жаққан адамдарға неприятный, көп кезде біз ұмытып кетеміз. Ал именно мына ролик мойын тез бірден адамның қолымен, әйелдің қолымен мойыны өзінің жасын қанша беті жас болса да айтып қояды. Сол себепті мына мойынға маған өзіме ұнады осыны жасауға. Сол себептен осы басындағы арнайы ролик бар кремді алдым. Атак ішіндегі бағанағы серпімділігін арттырады, бүкіл бағанағы лифтинг эффект деп атамыз, ниацинамид бар, бағанағы цинк бар, бағанағы сезімтал теріге дейді, бәрі сол бағанағы 5-ші этаптағындай құрамы. Бірақ Тонерден кейін жағамыз ба, или 4-ші этаптан кейін жағамыз ба? Бұны ма? Бұны негізі бөлек күн. Мысалы, бағанағы 1-ден 6-ға дейін толық айтып кеттім ғой сіздерге. 6-ға дейін толық жағасыздар. Именно мынау басында насадкасы бар роликовый крем, вокруг глаз, сосын мына жерде сыртында саны жоқ қарасаңыздар. Бізде 6-мен бітеді, бабл дейді міне. Бабл серум дейді, мына пенка сияқты сыворотка. Осы үшеуін сіздер демалған күндері, демалыс күндері өздеріңізде бір болған кезде, бос кездеріңізде, жай ғана таңертең тұрғанда, мен мысалы жаңа айтып кеттім, бабл серумды мен таңертең бетімді жуамда, үйде демалған күні, умывашкадан кейін аламда осы сыворотканы жағам. Крем де керек емес, бағанағы ампула да керек емес, осыны жай бірыңғай жағып қойсаңыз, өте увлажнение беріп, целый день сізге прям настроениеңіз күшті болып тұрады, айнаға ары-бері өткен сайын. Керемет. И мынау вокруг глаз жүреді, мынауда тот же самый крем, почти бағанағы составы. Просто бұның за счет аппликатора бағанағы носогубка, брыля и мына мойынға өте пайдалануға өте керемет. Түсінікті, рахмет. Сізге де рахмет. Айнаш ханым, рахмет. Жақсы қыздар, бізде 1 сағат уақытқа берілген, уақытымыз аяқтады. Сіздерге Меруерт ханымға Алла разы болсын, бұл кісі өте өзінің жақсы біліммен бөлісті, пайдалы болды, толыққанды талдап берді. Енді шыға берсеңіздер болады. Біз мына жерді сақтайық, өйткені 1 сағаттан асқаннан кейін сақталынбай қалуы мүмкін. Тағы да бізде болады эфирлер. Мына жақтағы лайк қарасаңыздар. Бүгін Забира ханым дейді, қыздар, рахмет бәріңе. Бәрі қарап отыр екен ғой біздің қыздардың. Жаным, рахмет. Зағиша ханым, сізге де рахмет. Керемет. Өте керемет. Ал жақсы шыға. Рахмет, баршаңызға рахмет. Қайырлы түн. Сақтап отырсыз ба, Айнархан? Бұны кімге звондау керек? Қазір мен. Батима ханым, рахмет, рахмет, үлкен рахмет. Злиха ханым, сізге вообще рахмет. Целый вечер қарап отырдыңыз, үлкен. Ләззат ханым, сізге де рахмет, үлкен.
қыздар. Маржан ханым, рахмет сіздерге де. Келесі кездескенше, қыздар.